мынада 4 адам отыр, иә? Мен 4 адамға айтқанша, мына Инстаграмда қайда қанша мың адам қарайды. Сонда мен оларға да есту керек. Мысалы, жаңа қант деп отырсам, біреулер айтады. Онда неге шығарады? Иә? Вареньяның қандай? Сонда вареньяда болмай ма деп айттыңыз, иә сіз? Міне. Варенья деген қандай вареньяны жақсы көресіз? Сіздер? Абрикос, малинаны жақсы көреді. Әйел адамдар шие, өрік жақсы ал, иә? Малина деп айтайықшы, жарайды, иә? Бәрі жақсы көретін нәрсе. Иә? Клубника, иә? Біз сол жаңағы клубника ма, малина ма, не өрік болса да үзіп алып, өз уақытында, жазда, күзде жуып жесек бізге пайда береді. Ал біз оны аламыз да қантқа саламыз. Қантқа салған зат өледі. Қант холестерин дейді. Бүкіл көп бәленің басы сол қантта болады екен. Көрдіңіздер ме? Қант қосылған продукт түгел. Оның ішінде жаңағы вареньяңыз бар, печеньяның түр-түрі бар, соқтың түр-түрі бар. Қант қосылды ма, оның пайдасы жоқ. Жаңағы бүлдіргенді алдық та, малинаны бәрін немене? Қант қостық, бір өлтірдік. Газға қойып, қайнатып, екі өлтіреміз. Содан кейін не істейміз оны апарып? Банкіге жабамыз. Сонда неше рет өлтірдік? Сол мына қызық әйел адам, сіздер білесіздер, иә? Аға көп білмеуі мүмкін. Банкіні жауып қойғанда қысқа шыдай ма кейбір банкі? Көгеріп ашып кететіндер болады, иә? Қант салынбаса, аз болса ашып кетеді. Неге? Иә? Значит, бұл жерден шығады. Дұрыс қант салынбаған. Өлмей қалған бір-екі солдат бар ішінде. Солар енді ана банкіні аштып, көрдіңіз бе? Аштып жіберді ішін. Оны біз аламыз да не істейміз енді? Төкпейміз. Біздің әпкелеріміз төкпейтін айту. Ананы қайтадан алады да, қант қосып, қайтадан қайнатып жауып қояды. Иә? Міне апай түсіріп қойын енді. Міне мына кісі өзі айтпай отыр екен, ана жақта қыз айтып қойды ана жақта. Иә? Жаңағы вареньяны не істейсің десем, төкпейміз, иә? Мен білмеймін, менің апайларым, мамаларым төккен жоқ. Мен сізді білмеймін. Қант салып қайнатамыз ғой. Иә? Қайтадан қант салып қайнатып, қайтадан жауып қоямыз. Енді ол өмір бойы ашылмайды, өмір бойы атылмайды. Неге? Өліп қалды. Ішінде бір ашитын зат жоқ. Бұзылатын зат жоқ. Өлі. Мұзға қатырсаңыз да қанша нәрсе өлді ғой? Өліп қалды, үсіп кетті ғой. Әшейін біздігі айту бірдеңе жеп жүру ғой. Ол пайда беріп жатыр ма, зиян ба, пайда шаруамыз жоқ. Сондықтан міне әр қазаққа айтатынымыз сол. Егер нақты, дұрыс білгілеріңіз келсе, келіңіздер, кеңес алыңыздар. Осы жерден оқып, көп өзгеруге болады. Иә? Сондықтан жаңағы қант тоқтату керек, суықты тоқтату керек. Сонда бір өз адамда көп өзгеріс болады. Жеп жатқан затымыздың бәрі өлі тамақ. Колбаса жейміз. Колбасаны мына жерге қойып қойсам қазір, бұзыла ма? Бұзылмайды, иә? Неге бұзылмайды? Ал кәдімгі етті қазымен қойып, жылқының етін қоя қойыншы, қызып кетеді, бірден бұзылады. Өйткені ол керемет, тірі нәрсе де, бәрі бар ішінде. Ал жаңа колбасада, анада, мынада, жаңа вареньяда өлетін нәрсе жоқ, бұзылатын нәрсе жоқ. Енді ол біздің қызығы, мына асқазанымызға барғаннан кейін, енді бұзыла ма ол, бұзылмай ма? Вот мәселе сонда жатыр. Асқазанға түскен зат ашу керек. Жаңағы вареньяңыз енді қалай ашиды енді сізді? Ал айтыңыз енді. Варенья. Мына вареньяны ашыту деген елестетіңізші сіз. Қай уақытта оны асқазандағы сөлдер анан бәрін ашытып үлгереді. Сондықтан ол өңделмей ары қарай ішекке кетеді екен. Ішекте өт кетті, иә? Міне, шикі өңделмеген тамақ ары қарай ішекке кетіп, біздің қанымызға кетіп, қанымыздан уланып жатқан адамдарымыз ғой.
Осыны білуіміз керек. Міне, сонда бүкіл жүйені реттеу керек. Оны біреу реттеп бермейді, өзіміз жасауымыз керек. Сіздер сияқты біреу айтқан кезде тоқтатамыз да, соңынан ұмытып кетеміз ғой. Саналы адам соны ұмытпау керек енді.